Баршаңызға сәлем, құрметті менің оқырмандарым, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен құйрық майды қалай маринадтап және сол маринадымен қоса пищевая пеленкаға орап қалай пісіремін, сол жолдарды көрсететін боламын. Жай суға пісіріп, содан кейін маринадтағаннан гөрі осылай жасаған өте дәмді болып шығады. Егер үйлеріңізде құйрық май болса, осындай тіске басар дайындап көрулеріңізді сұраймын. Видеоны соңына дейін қарап, ұнаса лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Ең бірінші құйрық майды маринадтауға ыңғайлы болу үшін, яғни маринадты жақсы сіңу үшін видеодағыдай бірнеше бөліктерге бөліп алатын боламыз. Жалпы достар, құйрық майдың құрамындағы май қышқылдары адам ағзасына, яғни теріге, сүйекке, буындарға өте пайдалы болып саналады. Сондықтан да арасында құйрық майдан осындай тіске басарлар дайындап жеп тұрған дұрыс болады. Және құйрық майдың құрамында 1 грамм холестерин болмайды. Керісінше адам ағзасындағы холестериндерді табиғи жолмен сыртқа шығарады екен. Кезінде ата-бабаларымыз жөтелге, тұмауға, басқа да түрлі ауруларға емді осы құйрық майдан тапқан екен. Сондықтан да құйрық майдың адам ағзасына берер пайдасы өте көп. Енді маринадын дайындайық. Ол үшін 2 бас сарымсақты езгіштен өткізіп алдым. Осылай езіп, енді осының үстіне 1 шай қасық ащы қызыл бұрыш және 2 шай қасық копченая паприка қосамын, және барлығын жақсылап араластыратын боламын. Сарымсақтың көлемі менде орташа, тым қатты үлкен не кішкентай да емес. Енді туралған майларымыздың жан-жағына, барлық жеріне тұз жағып шығамыз. Мінекей дәл видеодағыдай бір ашық жерін қалдырмай жақсылап қолымызбен тұздарымызды жағамыз. Әрі қарай жаңағы дайындап қойған маринадымызды жағатын боламыз құйрық майымызға. Бұны да барлық жеріне, жан-жағына жеткізіп жағып шығатын боламыз. Әрине, егер сізде құйрық май көп болса, онда маринадтың да көлемін солғұрлым көбейтсеңіз болады. Барлығына осылай маринадты тұзды жағып болғаннан кейін 2 сағатқа бөлме температурасында қалдыратын боламыз. Біздің құйрық майларымыз 2 сағатта маринадталып тұру керек. Әрине, 2 сағаттан да көбірек уақытқа маринадтап қояды. Ең аз дегенде 2 сағат маринадталып, маринадты сіңіп тұру керек. Менде 2 сағаттай тұрды, құйрық майларым маринадталып. Енді 2 сағаттан соң барып, әрбір құйрық майды пищевая пеленкаға орайтын боламын. Мінекей видеодағыдай барлығының жан-жағын бекітіп, осылай пищевая пеленкаға орап шығамын. Сонда қазір біз құйрық майымызды суда пісірген кезде маринаты жан-жаққа суға шығып кетпей жақсы сақталып тұратын болады. Енді барлығын дайындап алған соң қазанға, кез келген ыдысқа темір салқын су құямыз және құйрық майларымызды салып, қақпағын жауып, суымыз осылай бұрқырап қайнағанша шамамен 35-40 минуттай құйрық майларымызды пісіреміз. Осы уақыт аралығында біздің құйрық майларымыз да дайын болады. Мінекей барлығы судан шықты, толықтай суытамыз. Әрине, піскеннен кейін олар жұмсарып тұрады. Әрі қарай толықтай суытқан соң өздерінің пішінін сақтап қатады. Осы уақытта өздеріңіздің қалауларыңызша қызыл паприкаға аунатып алсаңыздар болады. Құйрық майда бұл әдемілік үшін. Естеріңізде болсын, қыздар, бұл қызыл ащы бұрыш емес, керісінше паприка тәтті бұрыш болып саналады. Тек әдемілік үшін қолдануға болады бұны. Неке мен 1-2 құйрық майды осындай паприкаға аунатып алдым. Тіпті бұндай паприкаға аунатпай-ақ дайын болған суыған құйрық майдың өзін турасаңыз да болады. Дастарханда өте әдемі көрінеді. Мінекей менде 1 паприкамен және 1-еуі жаңағы дайын болған суда пісіп шыққан құйрық май суытылған. Осымен біздің өте дәмді әрі тіске басар ретінде жақсы өтетін, әрі денсаулығыңызға, ағзаңызға пайдалы құйрық майларымыз дайын болды. Сіздерге міндетті түрде осы рецепт бойынша дайындап көрулеріңізге кеңес беремін. Дәмі де өте ерекше болып шығады. Және қазақша контентті қолдап, лайк басып, арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ас болсын.